Ассалаумағалейкум халқым, келесі жаңа жылдарыңызбен. Мен сіздермен деп отыратын уақыт жоқ, сызылып отыратын ағайындар, сіздерге бір нәрсе айтайын. Мынау пролистать етіп отырасыз ғой, мынау өткізіп ше нелерді, эфирларды. Сондай жерлерде бүйтіп қарап қаламын да, бағанада бір нені көріп, бағана емес, неше рет көріп келе жатырмын да. Өзіміздің қазақтың жігіттері өздері өз бірін етін жеп отырады. Бағана кірдім, Ақтау ма, Атырау ма, бір жақтың жігіті отыр, бір қыздардың несінде, эфирінде. Ауыздарына ақ ет кіріп, қара ет шығып та, бірін сыйлау, анау астындағы үлкен кісілер, әкесі қатар, атасы, шешесі, апасы қатарлар отыр да, сыйламайды. Пәленшесінде саптабат, анаусында саптабат, короче, аузымен мына көтіше бір болып кеткен да, тышып атыр да, аузымен тышып атыр да. Өздеріне деген құрмет жоқ, өздеріне деген құрмет мейлі ғой. Астында отқан адам, қасында отқан қыздарға құрметтеп, сәл нағылып от. Сендер ойлайсыңдар, бидеп отып сөйлесің десе, бір мықты, бір пидас біреу отырып деп ойлайсыңдар. Ешак, сендерге айтайын, ол сендер ананы боқтап атсыңдар ма, ол сені қорқып тұрған жоқ. Сен ойлайсың, менен қорқып тұр, мен мықты сөйлеп атым деп. Мал. Саған сендерге айтайын, сондай жігіттерге да, именно сондай жігіттерге мал. Ол сенен қорқып тұрған жоқ. Ол сен сияқты туалет болғысы келмейді. Сен сияқты туалетке аузын бұлғағысы келмейді. Өйткені сен сияқты аузынан туалет шықпайды да, ол адамды ше. Сен ойлайсың деймін, анау мен боқтап, менен қорқып тұр, мен қыздардың алдында бүйтіп отырмын деп. Ешақпас. Сенен ешкім қорқып тұрған жоқ. Дәл осы сөзіңмен де сол адамның алдына барс, мына туалет болып жатқан аузыңа, анау говновоз бар ма, аузыңа тығып, ары қарай качаттай жіберсін боқтың барын. Сен ойлайсың, қорқып менен деп. Ондай мал болмасаңдар ше. Мына қыздарға айтам, сонда эфирде отқан өздерін құрметтемейтін қыздарда, ана аузына ақ ет қарай шығып жатыр да, ана қыздар мәз тыңдап от. Сондай қыздарға айтам, сендер бар ма? Ойлайсыңдар, біздің жігіттер мықты отыр. Атаңның басы шетке бар ма? Қандай көргенсіз болсы. Знаешь, сен сол қыздардың да ауыздары туалет біреулер да, өздеріне қотыратқа соқырат лайық дей ма? Сондай болып отырсыңдар да, значит. Ана қыз өзін құрметтеп, адамды құрметтеп, өзіне андай қылып отқан қыз, ондайлар сырат эфирден шығарып жібереді. Сыра шығарып жібереді. Анау шығарып жібереді, мынау шығарып жібереді. Сонда анау бүйтіп отқан сөзін түсінеді да, одан кейін ана аузына ие болып сөйлейтін болады. Сендер сендер анау ауыз туалет болып отыр, сен сол сасықты тыңдап отырсыңдар да, туалетті. Ондай болмаңдар, қыздар. Сыра шығарып тастаңдар ондайларды. Астынан бір жазады, екі жазады, блокқа тығып тастаңдар, болды. Екінші зато ауыздарынан туалет шықпайтын болады басқа эфирлерге кірген кезде. Не деген сұмдық, мен сендерге айтып түсіндірейін деген мынау. Сендер бірі қазақ, бірін еттерін жеп отырсыңдар. Бірін еттерін жеп, бірін-біріңе қарап мысқылдап отырсыңдар. Оны қазір бар ма, қанша ел көріп отыр. Сендер ойлайсыңдар, біздің қазақша тілді қайтып түсінеді дейсің деп. Кәдімгідей түсінеді. Қазір телефонның бәрінде перевод деген бар. Переводты басып қойса, солардың тілімен шығып атады. Сол сен не айтып жатқаның бар, не біліп отырады ол. Сол, конечно, одан кейін Қазақстанның үстінен күліп, мысқылдап күледі, мазақ етеді. Мұны Мадияр айтты ғой, бір сиган қатын, анау аборигенти деп айтып жатыр қазақтарды деп. Соны аузын жабатын адам бар ма деп өкіметке айтып жатыр да, аборигенти деп. Сен аборигенти деген анау орманда жүретін бар ғой, анау сақал мұрттар өсіп кеткен, жабай адамдар, анау дым көрмеген бейшаралар бар ғой. Сондайларды айтады. Сондай деп күліп отыр анау сиган қатын. Дұрыс айтады мұны Мадияр ше, ана шешең сыйлайын деп сөйлейтін. Міне, көрдің ба? Өкіметінде сол бір адамның аузын жаба алмай отыр. Соны айтып отқан себебім, осындай ешақтардың кесірінен өзі Қазақстан сыйламайды. Қазақ бірін етін жеп отыр. Өзге ұлттар келсе отырасыңдар мәз болып. Мына қолдап отқан халық айтайын да, сендер де соны қолдап, соларға подарқат, лайк басып отқан, сендерде де ми жоқ. Сендерде де ми жоқ. Наоборот, сондайлар қолдамай кетіп қаңдар, іштен атпай кетіп қаңдар, сонда өздерінің ауыздарын ие болады сол кезде. Құрмет деген пайда болады сол кезде адамға. Сендерге шындық айтқандардың үстінен деп мысқылдау, тек қана мысқылдау болса болды, шындықты айтса сендерге жақпайды.
мысқылдап мазақтау керек. Ой, білгісеніп от. Ал білгісеніп от. Ал онда Қазақстан туралы біз айтып от. Мына Ербол Бұқыбаев бағана айтып отыр. Қазақпыз деп. Мен бәрінің мұңын айтып, жылап жүрмін, бәрін айтып отым. Бірақ мені біреу қолдамай, біреу неғылмай сатып кетті деп. Дұрыс. Оларға тек қана анау сайық мазақ болып жатқан сондайлар керек та. Онда сол сайық мазақтардың көтінен жүріңдер. Біз сияқты айтқандарға нағмаңдар. Онда аталарыңның басына Қазақстанды өкіметіміз үйтіп алды, бүйтіп алды, ақша жоқ, анау мынау деп отырсыңдар. Ақыр Қазақстан сендерге керек емес екен. Қазақстан туралы шындық айтсақ, сендер бізді қолдамайсыңдар. Сендер онда отырыңдар, жүріңдер сол сайық мазақтармен, ауыздарынан туалет болып жатқандармен отырып қолдап, соларға подарка, соларды лайк басып, соларды қолдап отырыңдар. Онда сендерге Қазақстан нахуй нужен деп отырсыңдар ғой енді бүйтіп айтқанда. Неменеге өкіметке жалбай жылап отырсыңдар сендер? А? Неменеге Қазақстанға неғып отырсыңдар онда? Өзге ұлттың бар күліп мысқылдап, жан-жағымыздан біз уже талауға дайын тұр да, бізді талауға. Ол бізді таламай, олар бүйтіп күтіп тұр да, қазақты бірін-бірін бүйтіп талап жеп бітеді. Содан кейін Қазақстанды басып аламыз деп. Сол шындықты айтса сендерге ұнамайды. Міне, қазір мен Ербол Бұқыбаевтың несін неғылайшы қазір сендерге. Қазір. Міне, Ербол Бұқыбаев шын айтады, ренжіп отыр. Кімге ренжіп отыр? Біреу жаз, халыққа ренжіп отыр. Конечно, халыққа ренжиміз. Осындай бәрін шындықты айтсақ, қолдамайсыңдар. Тек қана сендерге сайық мазақ керек. Бірін-бірін күліп, бірін-біріңе көттерін ашып отқандарың керек. Басқа сендерге керек емес. Міне. Өзіңді қолдал деп қолыңа қотағымен шешеңнің ами. Есті, қандай ренжіп отыр. Мағынжа қаймеді. Қолдаймыз, комментариймен бәрі. Қолдаймыз. Қотағын нақы. Шешеңнің ами, көлденен қойғаншы. Қолдаймыз, қотақтың басы қолдадың нақы. Егер соттап кетіп отсам да үйінде жататын пидораздар нақы. Шешеңнің ами сен бұндай қазақтығынан. Қазақ емессің, мәңгүртсің сен шешеңнің ами. Мен айттым нақы саны. Түрілген шешеңнің дәп аны шешеңді итіксіне очкарик нақы. Отақпас. Міне, енді келесі байқамай ма? Не істейсің алсың? Міне, келесісін тыңдаңдар. Міне, қандай ренжіп жатыр, Ербол Бұқыбаев. Көрдіңдер ғой? Міне, келесісін сендерге. Тоқта. Келесісі қайсы десе, міне. Отақпасына. Естіңдер? Не үшін кіріп бара отырсың ма? Күнәмін мен саған мақұл. Қолдаймын. Қотақтың басы қолдамайсыңдар ма? Анам қалдысыңдар шешеңнің ам. Анам болған соң мақұл. Басқа сендерге шешеңнің ам. Блогерлерің де бәрі де любой келеді да шешең қотақтың берен алып келеді ма? Любой боқып береді ма? Мұндай етін баланы қолдамайсың шешеңнің ам. Неғып күліп отырсың Дани шешеңнің амы Дани. Шешеңді итсік кіріп отақпас. Көрдіңдер ма? Қазақтар қандай қолдамайсыңдар сендер. Сендерге тек қана сайық мазақ керек. Сыттым ма? Анам қалыптан мен ондай етін жүргізбей-ақ қойдым ма? Қанымыңдар шешеңнің ам. Сенеден басқа қазақ таусылып қалыппа ма? Көріңді олақ қазма. Не үшін қарап отырсыңдар ма? Малсың ба шешесің, сөз түсінбейсің ба? Қотақтың басына қарап отырсың ба? Сігіле шешеңнің ам, кім шақырды сені? Міне, естіп отырсыздар, Ерболды, Бұқыбаевты танисыздар ғой, Бұқыбаев, Ербол Бұқыбаевты. Дұрыс айтады. Міне, сендерге тек қана сайық мазақ керек. Сендерге анау бірін-бірін боқта, бірін-біріне жаманда, бірін-бірін өсекте, бірін-бірін неғып отқан сондай ұнайды да сендерге. Мені байқайсыңдар ма? Бір эфирге кірмей. Неге? Өйткені бәрін аузы туалет та, бірін-бірімен сөйлесіп отқанның өзіне кіртіңше, бетіңе күліп тұрады. Басқа эфирден қарап қойсаң, бірін-бірін жамандап отырады. Бірін-бірімен бір эфирде кездесіп қалса, ауыз жаласып қалады да. Содан кейін маған нахуй нужен деп кірмеймін ондай. Үйтіп кіргенше кірмей қойғаным жақсы деп. Ана қазақта ана сөз бар ғой, білесіңдер ма? Ағайының жаман болса,
алыстан сыйлас деген. Сол сияқты өзі астынан сыйлас, лайк басып кетіп қалғаным дұрыс деп көтереді, мен жоғарыға, мен көтерілмеймін, кетіп қаламын. Міне, былай шындықты айтамын. Жоқ, сендер қолдамайсыңдар. Сендерге тек қана анау бірін-бірін боқтап, бірін-бірін жамандап отқандар керек та. Ана жүр, ана қарияларымыз, қарт апаларымыз, анау немерелерін, шөберелерін нағылып отырмыз. Елдің астыңда уже болды, көтіңді қысып отырсайшы ана жерде немерелеріңе қарап, тәрбие беріп, қазіргі балдардың бір андай бұзылып кеткен, мынандай деп соғасыңдар. Осы сен сияқтылар тәрбие бермегеннен бұрынғылар әжелерін қандай тәрбие берген? Балдарын, немерелерін, шөберелерін қарап тәрбие беріп. Жоқ, бізде уақыт жоқ қой. Жоқ, қаяқтан көт басымызды ашып, жігіттерге отырып, немді ақ сендерге жігіт болды ғой, уже ана көттерің бітті ғой. Бір-бір шалдарыңмен отсаңдаршы болды ғой. Сендерге не керегі бар сол татақтың? Айтыңдаршы. Ұятта болсын айтайын. Ақыр сендер ұялмай неғып отырсыңдар ғой? Ақыр сендер ұялмай отырсыңдар ғой осы жерде. Көт бастарыңды ашып. Ал мен де ұялмай ақ айтайын. Ана бай барлар неғып отыр көт басты. Қазір кешке күйеуім келеді. Бір-екі жерден байқадым, күйеуім келеді. Мен ешқай тамақ істеуім керек. Шешеңнің көті бар ма? Күйеуің алдында, бала шағаң алдында отпайсың ба сабағын жазып? Ойнайтыныңды. Бірақ ана артық жазып жатқандарға айт, күйеуің бар ма? Жазба маған артық. Рахмет қолдап отқаныңа деп. Лайк үшін, подарок үшін көт бастарыңды ашып, байларың болса да. Содан кейін ажырасасыңдар. Содан кейін не қыласыңдар? Көттеріңді қысып жүре алмайсыңдар. Анау 50-ден асқан екен көттерін қысып отыратын жоқ қой. Бала шағам көріп қалады, ертең ана немерең көріп қалады, ертең мектебімде ана айтады. Жоқ, похуй болып кеткен ғой бұлар қазір. Ақыл наоборот сендерге айтады ғой қазір жас балалар ше. Миларын жеп қойған қазіргі үлкендерін. Наоборот. Миларын бар көтінен ағып кеткенше. Сол саламат болыңыздар. Сол үшін адамды бар ма, жақсылық жағынан не қылып жатқан екен, адамды қолдай білу керек. Ана жерде сайқы мазақтардың алдында жүрмей, боқтамай, неғылмай жүріңдер. Әр елге күлкі мазақ қылмай, Қазақстанды. Қазағым жерім деп жүрсің ба? Қазағым деген адамдарды қолдаңдар. Өкіметті жалып жасайсыңдар. Қазақтарың неғып жатса, айтып жатса, деп мысқылдап күліп кетесіңдер. Ал бірден көз кере ма? Сен бірге көз кере ма деп кетсең, анау бірден көз кере ма деп кетсе, сонда іштен көз кермейді ғой, сонда қарап отырсың. Конечно, бірігіп өзгертпесек. Бірін-бірімізге қарап, сен айтқанға өзгеріп қапты ма, мен айтқанға өзгеріп қапты ма? Сен айт, мен айт, анау айтады, жан-жақтан айтса, өзгереді. Өзгеріс болады сол кезде. Бірін-біріңе қарап, сайқымазақ, ақылды болып қапты деп. Ақылды болмасаң, шешең көтіне күліп жүрсің бе онда бүйтіп? Ойлан сол үшін. Бірін-біріңе күлмей сол бір ауыз болып, бірін-бірін қазақтар сыйлап, өзге ұлттарды көріңдерші. Бірін-бірімен боқтасы, бірін-бірімен ұрысып отқан көрдіңдер ме солардың? Бірін-бірін қолдап, ойын ойнаса да бірін-бірін қолдап қалмау үшін, намысқа тырысып, неғылып отырады. Біздің қазақтар маған атпайды, маған атпайды. Бірін-біріңе қолдап, бірін-біріңе бассаңдар, бірін-біріңе атсаңдар, подаркасы жоқ болса, лайкпен болсын қолдап кетеді сені. Подарок айтпайды. Ондай қазақты қолдамайды. Көрдің бе шетелдегілер лайкпен басса да, подаркмен атса да, әйтеуір бірін-бірін қолдайды. Чтобы елі, чтобы жеңіске жетсін деп. Бізде жоқ. Деп келеді, эфир ашып отыратын. Шешесінің көтін жоғалып қойғандай келіп қарап кетеді. Бас 3-4 рет, 5-6 рет бас, 100 рет бас. Кет, тегін лайк қой, сен барып сатып алып келіп отқан жоқсың ғой. Маған баспайды, анаған басады, мынаған баспайды деп санаспайшы. Басатын адам басып кетеді. Саған сыйлаған екен, конечно, сен бір үлгі көрсетсең, сол адам сен үлгіңмен жүреді. Конечно, сен барып бүйтіп қарап кетесің, бірін-біріне қарап баспай қолдамай кетеді. Содан болады адам. Шетелдегі әуесін келеді ғой. Бірін-бірін қолдап, бірін-бірін боқтамай сөйлеп, қыздармен отса да, біздікілер жоқ, қыздармен отса, бір өзі бүйтіп, бір мақтамын деп боқтап сөйлеп отырады. Далбайыптар, сендер боқтап сөйлеп отқанға ел жұртқа күлкі болып отырсыңдар. Сол боқтағанды естіп отқан қыздар да далбайып соны шығарып жібермейді. Намысы жоқ, несі жоқ қыздар да уже ауыздары туалет болып кеткенде солар қысап отырады, шоқырады. Неме дейді? Лайықты деп. Осы сөздердің әрбірін өз егесі сөзін табады. Осы сөзді да әрбір қазағым, сіздер жақсылар да бар. Сол үшін сіздер ренжімеңіздер. Осы сөзді әрбірінің өзінің егесін табады. Сау саламат болыңыздар.